Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен векторлық деректерді Excel форматындағы деректермен қалай байланыстырудың жолдарын іздейміз. Алғашында сіздер Excel бағдарламасында осындай бағаналық ақпараттар толтырған боларсыздар. Яғни бұл жақта біздің ID-іміз қайталанбас болу керек. Яғни бұл сіздерде мына жақта тек Батыс Қазақстан облысы көрсетілгендіктен сіздерде бүкіл Қазақстанның ID-лары және де сол бойынша ақпараттар көрсетіледі. Яғни әрбір әкімшілік аудан қайталанбау керек. Келесі бағана name, сол әкімшілік ауданның аты, және де мигр, бұл миграциялық көрсеткіштердің негіздері. Енді осы деректерді біз CSV-ға сақтауымыз қажет. Файл, CSV, разделители запятые, мысалы БКР 24-10-2025-те сақтайық. Келе басамыз. Енді өзіміздің кубисімізға барып, project, relations, relation жасау үшін біз бағанағы бөлінген ақпараттарды CSV-де осы жаққа импорттауымыз қажет. Ол үшін layers, add delimited text layer. Осы жақта сіздер соңғы ашылған ақпараттарды жүктеулеріңіз қажет. Яғни көріп отырғандарыңыздай Windows 12.51 кодтық жүйесіндегі ақпараттар дұрыс сақталады, алайда қазақша символдар, қазақша әріптер дұрыс сақталмайтындығы көрініс табады. Сол үшін біз не жасауымыз қажет? Егер сіздердің Excel бағдарламалық жасақтамаларыңыз 2016-тан кейінгі және одан жаңа версиялар жоқ болса, онда сіздер Google Sheets-тің көмегіне жүгінесіздер. Google Chrome-ға кіріп, Google Sheets деп жазамыз да, осы жақтан жаңа Excel форматында ашамыз. Пустая таблицаны басамыз. Excel-ға барып, бағанағы өзіміздің migration BKR-ді алып, осы жақтағы ақпараттарды көшіреміз. Және де біздің Google Sheets-ға аламыз. CSV деп алып, бұның атын біз өзгертуіміз қажет. Яғни бұның атын біз BKR Google Sheets. Өзімізге түсінікті болу үшін Google Sheets деп сақтап, оны өзіміздің папкамызға салып қоюымыз қажет. Яғни дисциплина, открытое программирование, практическое занятие, вектор. Өзіміздің ақпаратымызды қоямыз. Келесі, енді тура осы бағананы Google Sheets открыть. Көріп тұрсыздар. Яғни бұл жақта кодировка емес. Яғни сізде Google Sheets-тан негізді таңдайтын. Сіздердің деректеріңіз дұрыс көрініп тұр. Енді осы жақта семиколон емес, колон немесе команы бассаңыздар, жеке-жеке ақпараттарға бөліп беретіндігі көрініс табады. Joins-ға кіреміз, плюсты басамыз, BKR Google Sheets, ID, OCM ID. Мысалы, бұған кірмей тұрып, өзіміздің вектор форматымызда қарап көрейік, Open Attribute. Бізде тек OCM ID мен name ғана бар. Енді осы ақпараттарды толықтыру үшін сіздер Properties-ға кіресіздер, Properties-дің ішіне Joins, плюсты басамыз, BKR Google Sheets, бағанағы соңғы жүктеген файлымыз ID, OCM ID. Яғни ID дегеніміз BKR Google Sheets-тігі, OCM ID дегеніміз өзіміздің Батыс Қазақстанның әкімшілік бірліктерінің бағанасы. Apply, OK, енді қарап көрейік. Яғни біздің ақпараттар көріп отырғандарыңыздай өзгергендігі көрініс табады. Енді осы ақпараттарымызды біз экспорт жасап, практические занятия, вектор,
zq аудандар join дейміз. окейді басамыз. Яғни мына жақта сіздерге OSM ID, VKR, Google Sheets, яғни name қала берсін. Google Sheets'ін name'ін алып тастаймыз. Өйткені ақпарат қайталанып жатыр. Енді ZQ аудандарды тексереміз. Ашып қарайтын болсақ, OSM ID, name, VKR, Google Sheets'ін бағанағы мигр бағанасы көшірілгенді көрініс табады.